Бағанағы анық Майра еді. Уақыт шамаласайшы, нақ өзі. Сонда Нағашбек қайда? Ол құрғыр құрысыншы. Майра түнде қайда кетті? Не істеп жүр ол? Барлығын мазалаған осы сұрақ болды. Арадан апта өткенде көршілер Майраны көрді. Майра да тығылып, қашып пысып жүргеннен шаршаған болатын. Әлде ұятты жиып қоятын халге жетті ме екен? Кім біліпті? Әйтеуір ел көзіне көріне бастады. Оның үстіне балалар мектептен қалып жатыр. Байғұс ана перзенттерін тастап кете алмай айналшақтап жүріп отанына оралды. Нағашбек ертеңгі күн-ақ келіп қойған. Араққа сылқия тойған сорлы қатынымен бірге шыққанын біледі. Ары қарай қайда кеткенінен хабарсыз. Тіпті Майраның түнде келіп, ұлдарына тамақ, киім-кешек әперіп кетіп жүргенмен де жұмысы жоқ. Керісінше өз боғына өзі батып, арақ ішкеніне мәз. Майра келді. Көршілерім көріп қоймасын деп, тез келіп, тез кетіп жүргендіктен үйінің қиқымы шығып шашылып, айра-жайра болып кетіпті. Келді. Орамалын басына қатты байлап, белін буып, үйдің ішін тазалап, кір жуып, тамақ істеп, өзімен өзі әлек болды. Көршілер қойсын ба, жапырыла келіп, не болғанын, қайда болғанын сұрап, әбден мазасын алды. Бірақ Майра жақ ашпады. Үн-түнсіз, тіл қатпай, меңіреу секілді жүрді де қойды. Тіпті оған ашуланып, ренжіген көршілеріне ләм-мим демеді. Кешке дейін үй шаруасымен айналысып, балаларын мектепке дайындап үлгерген Майра кетуге жиналып жатқан. Темекісін қайта-қайта сорып, сыртта отырған Нағашбек қасына келіп, Майраның жамбасынан бір қақты. Майраның тұла бойы кірпідей жиырылып, алғаш рет Нағашбекке алара қарады. Бір сәт Нағашбектің тұла бойы тітіркеніп кеткендей болды. Бірақ есер еркек онша-мұншаға мән берер дейсің бе? Білегінен тартып, шетке шығармақ болып сүйрей жөнелгенде, Майра оның қолын сілкіп жіберді. Ай шешеңнің! Шікірейіп мұрныңа құрт кірді ме деген Нағашбек Майраның жағынан салып кеп жіберді. Мас күйінде төсекке тартқанда естерін біліп қалған ұлдарынан қысылатын Майра далаға шығып ойнай қойыңдар деп ауа райына қарамай балаларын сыртқа қуатын. Бұл жол өмірінде бірінші рет Нағашбектен таяқ жеп, бүткіл болмысымен қарсы шығып тұр. Мама! Деп шыр ете қалған ұлдарына, қорықпаңдар, отыра беріңдер. Таңертең сабаққа бару керексіңдер. Мен қазір келемін, деп орнынан сүйретіле тұрып, сырт киімдерін киіп, үйден шығып кетті. Бұл түндер жалғасып жатты. Күн суытқан соң көршілер де сыртқа шығып, әңгіме айта бермейді. Малдарын жайғап, жылы бөлмеде пештің түбіне жатып алып, Мексиканың сериалдарын көреді. Ешкімде өзгеріс жоқ. Өзгеріп жатқан Майра болатын. Майраны ұрғаннан кейін Нағашбек әлдекімдерден оңбай таяқ жеп, апталап жатып, есін әрең жиды. Майра оған қарамады. Ол да Майраға қол жүгіртпейтін, тіпті көз жүгіртпейтін болды. Ұлдары сұрағанын беретін. Көршілер Нағашбекті іздеп жатқан жоқ. Ұлдар сабаққа барып келеді. Күндіз Майра анда-санда отын суға шыққанда көршілердің көзіне түсіп қалады. Ал түн баласы оның не істеп жүргенін білгілері келсе де, үстінен түсе алмаған көршілер өздері де Майра туралы сыпсыңдағанды қоя бастады. Уақыт өтіп жатты. Мезгіл өзгерді. Мезгілмен бірге Майра да өзгерді. Баяғыдай әркімге өтірік күліп, жалпақтайтын Майра жоқ. Майра аяғын пам басып, кеудесін тік көтеріп жүретін халге жетті. Оның үйінде де жөнеліп теледидар пайда болды. Төсегі жаңарды. Киім-киіс өзгерді. Ұлдары да өзі де жарқырап, жадырап күлетін болды. Тек сорлы Нағашбек көзге күйік болып жүр. Осы сүмелек құрса ғой көзінен. Майраны өзгерткен не екен? Әлде кім екен? Айна қарап тұрған Майраның арқасынан қапсыра құшақтаған қолдар оның денесін тітіркендіріп, әдем күйге бөлегендей болды. Құлағының астынан шыққан ыстық дем тұла бойын өртеп бара жатыр. Қолдар сумаңдап омыраудан құлап, белден төмен ары бері сырғи жұлқынуда. Етегі түріліп,
қарулы қолдар санды сипай бастағанда шыдай алмаған Майра аударылып қарады. Мұндай ләззаттың барын өмірден білмей өтер едім. Тағдырым алғыс, әлде қарғыс айтамын ба? Деген ойлардың соңына мән бере алмаған күйі Майра ләззаттың шырмауына батып әлемнің бәрін ұмытқан еді. Иә. Майра жеңіл жүріске салынып, сыланып шыға келді. Оны білген кезде Нағашбек өзінше қодыраңдап шыға келген. Қарабет, ертең не дейсің мына балаларға? Естімейді, білмейді дейсің бе? Мен бе Қарабет? Мені Қарабет еткен кім? Шешеңнің сенің шешеңнің. Қандай едім? Кім болдым қазір? Бірақ рахмет саған. Көзімді аштың. Сенің ішкіштігін, құмарпаздығың саған сор, маған бақ болды. Сенің қасыңда жүргенімде сорлы болар едім. Рахмет саған. Айналып маған келерсің, табанымды жалайсың сол кезде. Келемін, егер сен мен табан жалайтындай адам болсаң, деген Майра есікті тарс жауып үйден кетіп бара жатты. Түн болатын. Майра түнде үйден кететін. Өйткені Майра күндіз түні босқа жыламаған еді. Майраның әлем-жәлем күй кешкені Нағашбек оны картаға ұттырып жіберген болатын. Майра басында жылап, соңында қуанып, әлде бір ұлты өзге еркектің ашынасы болып шыға келді. Ал Нағашбек Майраны жетектеп апарып, өзге біреудің қойнына салып бергенде, Майра үшін бұл әлемнің астан кестен шыққан болатын. Ол Нағашбектен өзге біреудің болатын білмейтін момын кейіптен тіпті өзге әйел болып шыға келгенін кейін түсініп жатты. Қараңғыда көлбен етіп, аяғын тез басып, бағына әлде сорына кетіп бара жатты. Шынымен, кім мұны Қарабет еткен? Бұл күйге қалай түсті? Өз қолымен жетектеп, зат секілді апарып бергенін ұмытты ма сонда?